Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Класс KZ порталына қош келдіңдер. 4-ші сыныптың әдебиеттік оқу сабағын жалғастырамыз. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз адами асыл қасиеттер деп аталады. Ендеше сабағымыздың мақсатымен танысып өтейік. Сабағымыздың мақсаты Әйтеке би, Қазбек би туралы мәліметтер алу, билердің шешендік сөздерін түсініп оқып, тәрбиелік мәнін ашу. Ендеше балақай, оқулықтың 51-ші бетін ашып, Қазбек бидің шешендік сөздерін бірге оқиық. Не қымбат? Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атан қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, мейірімді апаң қымбат, туып өскен елің қымбат, ұят пенен ар қымбат. Қазбек би. Міне балақай, көрдің бе? Қазбек би атамыз отан қымбат, ата-анамыз қымбат, ар мен ұят қымбат, атаң қымбат, апаң қымбат деп айтқан екен. Олар біздің ең асыл жандарымыз екен. Ал ендеше балақай, Қазбек бидің шешендік сөздерін ары қарай жалғастырайық. Оқулықтың 52-ші бетін ашып, не қиын шешендік сөзін менімен бірге мәнерлеп оқы. Не қиын? Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқылаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, тентек болса ұл қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың. Міне балақай, Қазбек би не қиын дегенге арадан шыққан жау, яғни сатқын адам қиын дейді, сөз қиын дейді, жазылмаса дерт қиын, орындай алмайтын болсаң уәдең қиын дейді. Ең жаманы, тентек болса ұлың қиын, сол кезде сенің миың ашиды дейді. Міне балақай, көрдің бе? Ал балақай, сен осы өлеңдердегі не қымбат, не қиын өлеңдеріндегі қымбат, қиын сөздердің қайталауын көрдің бе? Бұны біз әдебиетте қайталау әдісі дейміз. Ендеше мен саған осы туралы толығырақ айтып берейін. Есіңе сақта, өлеңде қайталау әдісі қолданылады. Ақын бір затты немесе құбылысты бірнеше рет қайталап, сол сөздің әсерін күшейте түседі екен. Мысалыға, алтын ұяң отан қымбат, құт берекең анаң қымбат дейді. Міне балақай, қайталау әдісі осында екен. Сен осы әдісті мұқият есіңде сақтап ал. Ал балақай, біздің бүгінгі не қиын, не қымбат шешендік сөздерінің авторы Қазбек би туралы сен қандай мәліметтер білесің? Ендеше тоқталып өтейік. Қазбек би шамамен 1667-1763 жылдар аралығында өмір сүрген, сыр бойында дүниеге келген, шешен, орта жүздің бас биі, халық Қазбек қазып айтады деп құрметтеген екен. Қаз дауысты Қазбек би атанып кеткен. Сонымен қатар, әз тәукенің кезінде жаңа заңды, яғни 7 жарғыны жазуға ат салысқан билеріміздің бірі екен. Ал ендеше балақай, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Оқулықтың 53-ші бетін ашып, Әйтеке шешеннің шешендік сөздерін менімен бірге түсініп оқы. Әйтеке шешен. Артына аталы сөзі қалған, есімі ел жадында сақталған шешендердің бірі Әйтеке. Ол кезінде ел басқарған қоғам қайраткері де болған. Bir аңызда ауылына келіп отырған Төле би мен Қазбек Әйтекеден жігіттің жақсысы қандай болады деп сұрапты. Дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген дейді Әйтеке. Жер дауына байланысты Орманбет биге айтқан бір сөзінде Әйтеке: бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң, жауға найзаң тисін, бай болып, елге пайдаң тимесе, батыр болып, жауға найзаң тимесе, елден бөтен үйің күйсін деген екен. Ел аузынан, кітабынан. Ал балақай, Әйтеке бидің осы шешендік сөзін сен мұқият оқыдың ба? Ендеше мен саған түсіндіріп айтып берейін. Бұл шешендік сөзде артында аталы сөзі қалған Әйтеке би дейді. Ол кезінде ел басқарған қоғам қайраткері де болған екен. Bir аңызда Төле би мен Қазбек би Әйтекеден жігіттің жақсысы қандай деп сұрапты. Жігіттің жақсы өзі жақсы сөзге тоқтай білген, өзгелерді де тоқтата білген депті. Яғни өзі жақсы сөзді біліп, дереу сабырлы болып тоқтай білген, және өзгелерді де өз сөзіне көндіре білген жігіт екен.
Тағы да бірде Орманбет биге айтқан сөзінен: бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң, жауға найзаң тисін депті Әйтеке. Бай болсаң, елге, кедей-кепшікке көмектесетін, шапағаты, нұры шашылып жүретін бай болсын деген екен. Ал батыр болатын болсаң, өз еліңді, өз жеріңді жаудан қорға деген екен. Міне балақай, көрдің бе, Әйтеке би осылай тауып айтқан екен. Біз осы Әйтеке, Төле, Қазбек бидің шешендік сөздерін мұқият есімізге сақтап, жаттап алу керек екенбіз. Ал енді балақай, Әйтеке би туралы сен тағы да қандай мәліметтер білесің? Ендеше мен саған айтып берейін. Әйтеке би 1644-1700 жылдар аралығында өмір сүрген, кіші жүздің бас биі, Бұқара мен Самарқан медреселерінде араб, парсы тілдерін меңгерген екен. Шешен, ол әділдікті қақ жарып айтатын әділ, батыл шешен болған екен. Сонымен қатар Әйтеке бидің кесенесі Ташкенттен 75 шақырым жердегі Қауыншы және Шынас ауылдарының маңдарында орналасқан екен. Әйтеке кезінде ел арасындағы дауларды шешіп отырған, сонымен қатар ел ішіндегі де дауларды шешіп отырған әділ билеріміздің бірі екен. Ал балақай, Әйтеке би туралы мәліметпен танысып болсақ, ендеше тапсырмаларға назар аударайық. Бұл тапсырмада шешеннің сөзін оқып, топтастыру сызбасын құрастырыңдар. Жақсы жігіт қандай жігіт? Жарайсың балақай. Ал енді өз жауабыңды экрандағы жауаппен тексеріп көр. Жақсы жігіт сабырлы, сөзінде тұратын, басқаларды тыңдата білген, өзі де жақсы сөзді тыңдай алатын жігітті біз жақсы жігіт деп атайды екенбіз. Жарайсың балақай. Бұл тапсырманы орындап болсаң, келесі қызықты тапсырмаға назар аудар. Бұл тапсырмада берілген сөйлемдерге иә немесе жоқ деп жауап бер, иә жоқ деп бағанға бөл. Қане балақай, ойланып көр. Жарайсың балақай. Ал енді өз жауабыңды менімен отырып тексер. Әйтеке би медреседе оқыған. Иә, Әйтеке би Бұқара мен Самарқандағы медреседе оқыған екен. Араб, парсы тілдерін жақсы білген. Иә, Қазбек би Қарлығаш би атанған. Жоқ, Қарлығаш би атанған Төле би екен. Қазбек би ұлы жүздің биі. Жоқ, Қазбек би орта жүздің бас биі екен. Қазбек би жеті жарғыны жазуға ат салысқан. Иә, Қазбек би әз Тәукенің жеті жарғысын жазуға ат салысқан билеріміздің бірі екен. Жарайсың балақай, сен де осылай иә жоқ деп бағанға бөліп шықтың деп ойлаймын. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыз аяқталуға да жақын. Сендер бүгінгі сабақта Әйтеке би, Қазбек би туралы мәліметтер алдыңдар, билердің шешендік сөздерін түсініп оқыдыңдар. Жарайсыңдар балалар. Менің бүгінгі сабағым аяқталды. Сабағым қызықты болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында жүздескенше, қош, сау бол.